Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында шаурма жасаумен бөліскім келеді. Шаурма өте керемет, өте дәмді болып шықты. Басқа жағдайларда магазиннен, базардан алған шаурмалардың қалай не қосатынын білмейміз. Сондықтан да үй жағдайында жасағанды өте жақсы көремін. Ол үшін бізге керегі тауық еті, тауықтың жұмсақ еті, филе. Оны жұқа қылып аламыз, өте жұқа қылып турап аламыз. Үстіне аздаған тұзымызды себеміз. Жұқа қылып турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басуды және осы қазақша контентті қолдауларыңызды сұраймын. Жұқа қылып турап алған соң, міне видеодағыдай үстіне аздаған тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп, бір-біріне жақсылап жапсырып, біраз сіңгенше қойып қоямыз. Оғанға дейін біз басқа үстіне жағатын томатный соусты дайындаймыз. Ішіне салатын салмамыз капустаны кесеміз ұсақ қып. Өте ұсақ қып кесіп аламыз капустаны. Огурцымызды тураймыз өте жұқа қып. Помидорымызды тураймыз. Жұқа қып тураймыз. Екіге жарып помидорды полукольца қып. Пышақтарыңыз өте өткір болғаны дұрыс. Майонез бір үлкен ас қасықтай саламыз. Оның үстіне томатный кетчуп қосамыз. Және 2 қасық сметана қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және үстіне 2 зубчик чеснокты теркадан өткізіп қосамыз. Чеснокты қосып жібереміз. Араластырып, өте дәмді соус болады. Енді филемізді қуырамыз. Кішкентай ғана сұйық майды құямыз. Көп емес, өте кішкентай, аз ғана құйып, екі жағын 5-5 минуттан мен қуырып алдым. Өте жұқа болғандықтан қатты қуырмаймыз. Қатты қуырсаңыздар қатайып кетеді. Сочный болып шығады сонда. Сонымен жіңішке қылып тураймыз.
өте дәмді шаурма шығады. Ұнап жатса, сіздер тіркелген соң қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басқан кезде все деген шығады. Сол всені бассаңыздар, жаңадан шыққан менің видеом сіздерге үнемі бірінші болып келіп тұрады. Міне менің үй жағдайында жасаған лавашым. 2 үлкен лаваш жасадым. Бірақ мен бір лавашты ғана видеоға түсіріп сіздерге көрсетейін деп отырмын. Екіншім біраз қаралау болып қалғандықтан оны видеоға түсірмедім. Түрі. Осыған жәнегі соусымызды жақсылап жағамыз. Келесі видеода мен сіздерге үй жағдайында лаваш дайындауды көрсететін боламын. Сондықтан да келесі жолғы видеомды міндетті түрде көріңіздер. Тауықтың етін мен біраз тұздылау қылып жібердім да, бұрышы бәрі көбірек болды, сондықтан да мен капуста, помидор, огурцы ешқайсысына тұз салмадым. Тауық етінің тұзы жеткілікті, бұрышы да бәрі жеткілікті. Осылай саласыздар да бір жағына жақсылап орайсыздар. Ішіндегісі біркелкі түсуі керек. Бір жағын ғана ораймыз, бүгеміз. Екінші жағын бүкпесеңіздер де болады. Осылай орап, екі жағын қызып тұрған табаға қыздырамыз. 3-4 минуттан бір жағын 3-4 минуттан. Ешқандай май құймаймыз. Міне үй жағдайындағы лаваш, шаурма дайын. Сіздерге ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Каналыма тіркеліп